Алматылық тұрғындар үйлерін басқарушы компаниямен дауласып жүр. Көп қабатты нысандардың кіреберісі мен ауласы жылдап жөндеу көрмеді дейді олар. Жедел сатыда жиі істен шығады екен. Қордаланған мәселе бастан асады деген тұрғындармен Ақтоты Жұмабек сұхбаттасты. Сырты бүтін, іші түтін. Бұл сөз дәл осы үйлерге қатысты айтылғандай. Сырты мінсіз болғанымен мұнда қордаланған мәселе көп дейді тұрғындар. Көп қабатты нысандар бой көтергелі ешқандай жөндеу көрмеген көрінеді. Соның салдарынан жаңбыр жауса төбеден су ағып, кіреберіс едендері опырыла бастаған. Бұл тұрғын үйдің бой көтергеніне 15 жылға жуықтаған, содан бері мүлде жөндеу жұмыстары жүргізілмеді деп отыр тұрғындар. Қабырғалары қақырап, жертөледен қысы жазы су кетеді екен. Тіпті жедел сатысының өзі жиі бұзылатын көрінеді. Астыға паркинг етке дейін сулар өтіп жатыр. Мынау подъездердің бәрі ремонтталмаған. Лифттер ай сайын 14 лифт бар, ай сайын лифттер бұзылып отырады. Одан кейін ең үлкен мәселе свет мәселесі. Біз жаңағы алдында Алматы жарық компаниясы қарыздары көп тұрғын үй комплекстерінің несін шығарды, тізімін шығарды. Тізімнің ішінде біздің тұрғын үй кешеніміз бар. 20 миллион қарызбен. ЖК-мыз тозып бара жатқаннан кейін уже дамбылғаға бастадық. Мынау төмен жақта жаңбыр жауса, зонтикпен жүруге тура келеді парковкалардың ішінде. Енді шетінен құлай бастады уже. Тем более мына 18 этаждан 3 блок тұр. Біз мысалы ай сайын квартплатаға келіп тұрады. Осы ремонтқа жиналған. Мен мысалы менің өзімнің квартирам 2 комната квартира болып саналған. Енді 3 комната жасап алдық. Бір где-то 9 мың төлеп тұрам ай сайын мысалға. Мұның бәріне жұрт мүлік иелері бірлестігін кінәлайды. Оларға шағымданып барса, үнемі басшымыз еңбек демалысында деп шығарып салады екен. Ал бұл жолы қордаланған мәселе бұрынғы басқарушы компанияның кесірінен деп жауап берді. Бұл негізі осы үйдің құрылғанына бір 3 жылдың көлемі қалды, 3 жыл енді толады. Бұл проблемалар бұған дейін болған. То есть бұған дейін управляющий компаниялар басқарған ғой. Сол кісілердің тарапынан кеткен қателіктер. Паркингте су кететін, ол инженерлік жаңағы застройщиктің қателігі. Бұл үлкен вопрос негізі. Жұрт мүлік иелері бірлестігіне өздері сайлаған өкілді басшы ретінде тағайындауды талап етуде. Сөйтіп үйімізге жөндеу жүргізілсе дейді. Бұл үшін енді жергілікті әкімдіктен көмек сұрап отыр. Ақтоты Жұмабек, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.